Пойызға отырдық, біз Қараспан пойыз екен. Куба, қайда баратсың? Вашингтон. Ал жолуса Вашингтонға. 2 сағат жүреді. Америка Құрама Штаттарының астанасы Вашингтон, округ Колумбия штатында орналасқан. Тұратын адамның саны 800 мыңдай. 1791 жылы бірінші президенті Джордж Вашингтон атына қойып, Вашингтон қаласы құралды. Бізде Вашингтонға уақыт аз болды, жарты күн десек болады. Баратын туристік жерлер көп осы қалада. Үлгергенше көріп, кешке басқа қалаға ұшамыз. Ең бірінші Ақ үйді көруге асықтық. Ақ үй 1800 жылы салынған. Тарихке тірелсек, ең бірінші болып тұрған ол Джон Адамс Американың екінші президенті. Ал бүгін 2023 жылы осы үйде Джо Байден отыр. Вашингтонда Белый домға келдік. Сыртында бірнеше адам жүр. Біз де жуансызбыз келдік. Мұнда біреудің өмірі ғой. Ана үйі Апталда досық бірдеңе жасап ақша тауып жүр ғой. Мәстаған Капитолийдің алдына келсең, біраз үлкен ғимарат екен. Кофе шолу келдік. Персонал дружелюбный екен, да? Солда дейік. Ана тамақ жейміз ба деп едік, кілең. Непонятно меню болғаннан кейін. Что-то воздержались. Таңдап тұр, таңдамағасын. 2 кофе алды, капучино. $11 шығып тұр. Чаймен бірге $15 қалып баратырмын. Город Вашингтон. Чайнатаун, Вашингтонда. Барлығы қытайша жазылған хатталарында. Бұл мемориальный комплекс Вашингтонның орталығында 16-шы президент Авраам Линкольнға арнап салынған. Осы жерге кіру тегін. Ал мынау атақты монумент Вашингтон. Биіктігі 169 метр, ал салмағы 91 тонна. Американың адамдары жеңіл киініп жүреді. Осы кісілерге қарап, қарнымыз ашып, тамақ жейтін жер іздедік. Мынанда тамақ алдық, $31 шықты. Вашингтонда авичуан деп. Майкл шортымен кетіп барады. Артында адамдар фортымен кетіп барады ғой. Бас киіммен тұр адам. Кешкі асты ішіп, аэропортқа жол жүрдік. Такси Uber $26 болды. Осындай ғимараттарға көз түседі. Архитектура жақсы ойластырылған. Өте керемет. Сіздермен бірге болған қуаныш, жұбаныш. Келесі видеода көріскенше сау болыңыз.